Сәлем, менің есімім Айсұлу. Сурет саласында жүрген 12 жылдық тәжірибесі бар суретші педагог маманымын. Осы уақыт ішінде офлайн бағытта 500-ден асық шәкірттерді жеке тәрбиелеп шығарды. Бүгінгі сабақта сіздермен салатын жұмысымыз көктем тақырыбына байланысты болады. Ол үшін бізге қарапайым ғана күнделікті ас үйде қолданатын мынандай тағам бояуыштары қажет болады. Мысалға 3-4 түсін қолдансақ, бізден керемет туындылар пайда болады. Бүгінгі сабаққа қажетті материалдар. Бізге ең бірінші перчатка керек, одноразовый болады. Тағам бояуыштары, пищевые красители деп атаймыз. Қарапайым азық-түлік дүкенінде 25-30 теңгеден тұрады мысалға. Су керек, мынандай пшикалка дейміз ғой, су шашатын. Осы қажет болады. И, конечно же, кисточка керек болады. Кисточкалар бізде синтетика, және де натуральный синтетикалар бар, но мен мына синтетиканы қолданамын. Барлығына универсальный қолданылатын материалымыздың бірі. Қазір ең басында қағазды біз сулап аламыз. Қағаз менде А3, А3 форматтағы қағаз. Өте плотный. Плотності біз 200 граммдық массамен сатып аламыз. Дайындап қоямыз мені. Бірінші қағазды сулап аламыз, су шашып әбден. Мінекей. Жұмсақ кисточкамыз алып, су тимеген жерлеріне мені сулап шықсақ болады. Сіздерде ондай зат болмаса, пульверизатор болмаса, қарапайым суға батырып, киспен қағазды сулап шықсақ болады. Мысалға мен көктемге арнап салып жатқаннан кейін, көктемгі шуақты, жасыл желек салып жатқаннан кейін, мысалға мен осындай түстерді алам. Артық түстерді қолдануға болмайды, соны ескеріңіздер. Бір-бірімен араласса, өте лас түс шығады. Мысалға қазір мен сары түсті қолдаймын бірінші. Қарапайым тағам бояуыштары деп жазылған. Бұл балалар жасаса да, балаларға да зиянсыз. Міне қараңыздар. Қазір. Мінекей. Келесі жасылды алайық. Жасыл түсті. Мысалға жобалап, бізде қандай сурет шығатынын ойша құрастырып алуымыз керек. Арасына кішкене кеуіп қалған, ештен кетпейді. Қазір су шашқан кезде олар ұнтақталып кетеді. Мысалға қараңыздар енді. Осы жерде біз мынамен пульверизатормен шашамыз. Міне қараңыздар. Қандай суреттер шығып жатыр. Мысалға мына жерде уже одуванчик салсақ болады. Одуванчик ол көктемдегі ең алғашқы шығатын гүлдеріміздің бірі. Мына жерлерді ағып атқанын қараңыздар. Бұның көзі дайын картина шығып жатыр ғой. Мүмкін осы да жеткілікті болып қалар. Кішкене қызылды тамшылатып жіберсем болады. Өйткені мак деп айтсақ та болады ғой, көп қосуға болмайды, ластанып кетеді түстеріміз. Қайтадан пульверизаторды алып, міне суды кішкене сезу керек біз. Егер сізде мынандай лужа деп айтамыз ғой, осындай жиналып қалса, су қағаз салфетканы аламыз да, міне алып, артық суды сіңіріп аламыз. Оған еш абыржымаңыздар, егер жұмысым құртылып қалады деп ойлайтын болсаңыздар. Даже бұмен ары қарай міне осылай мазочектармен бүйтіп көрсетіп жіберсек болады. Міне әртүрлі гүлдер шықты. Бұны енді біз кішкене кебуге қалдырсақ болады. Ал кепкенге дейін мен мысалға мынандай орташа кисті аламын, мысалға мынандай размерде. Осыны алып, жобалап, мына жерде уже біз жапырақтарды кішкене келістірсек болады. Бұл техникамен сіздер акварельмен, не болмаса қарапайым мектептік акварель краскілермен, бояулармен жасай алмайсыздар. Бұл да бір ерекше техника. Ешқандай зияны жоқ бояулардың.
балаларға да сурет салса болады. Аузына салып жеп қойса да ештеңе етпейді. Мына кішкене мына жерде тағы да түстің араласуына байланысты кішкене лас болып қалды. Оны біз алып тастаймыз. Мына қағаз салфеткамен артық түстерді аламыз. Мінекей. Мысалға мен мына жерге тағы да кішкене қызыл түс қосқым келіп тұр. Тағы да пульверизатормен кішкене шашып жібереміз мұны. Абайлап шашамыз. Мен жұмысымды уже көріп тұрмын. Менде тігінен болады. Қазір қимылдатуға болмайды, өйткені қимылдатсам мына красканың барлығы, бояудың барлығы ағып кетеді. Кейбір жағдайларда кепкенін күту керек, кейбір жағдайда мұны қазір біз кішкене уже керек гүлдерімізді жобалап көрсетіп жүрсек те болады. Артық су жиналып қалса, оны мысалға кисті алып, судан мұны артық суды сығып тастасақ та болады. Тағы да су жиналып жатыр, араласып тағы алып тастаймыз. Осы жерден кішкене кідіріс жасасақ болады, жұмыстың кепкенін күтеміз. Мына суретіміз толықтай кепті. Кептірген кезде табиғи таза өзінің ауасымен кепкен дұрыс, ешқандай фен, қосымша материалдарды қолданбаған дұрыс. Енді қазір байқап қарасаңыздар, мысалға бізде мына жерде жасыл желек жапырақтар көбейген. Мына жерлерде мысалға гүлдің формалары шығып тұр. Бұл жерден қандай гүлді ұқсастыруға болады, қараңыздар. Мысалға мен мына жерден фиалкалар гүлдерді көріп тұрмын, фиалка гүлдерін. Олар мысалға екі қатарлы болып өседі, не болмаса 5 лепесток, 5 түрлі жапырақтан болып өседі. Мысалға қазір соны салып көрейік. Қосымша басқа да түсті краскілерді қолданамыз бояуларды. Акварель, не болмаса гуаш, акрил, әртүрлі кез келген бояулар қолдансақ болады. Жаңағы түстердің араласқанынан, мысалға бізде әр жерден әр түрлі гүлдердің формалары шыға бастады. Мен мысалға бұл жерден фиалка гүлдерін көріп тұрмын. Фиалка гүлдерін мысалға кішкене формасын келтіріп, кез келген түсті материалдар қолдансақ болады, кез келген техникадағы. Мысалға акрил, не болмаса акварель, гуаш, оның маңызы жоқ. Мысалға мен мына жақта 1, 2, 3 гүлдердің формасын шығардым. Ең алдыңғы пландағы. Артқы планымыз ол как фон ретінде қала береді солай. Мысалға фиалка гүлдері қандай болып келеді? Кейбіреулері ортасы ақ болып келеді. Не болмаса кішкене сары араластырсақ болады. Мынау бізге алдымызға қарап тұр. Мынау кішкене жоғарыға қарап тұр. Оның бәрін формаларын сақтау керек. Жоғарыға қарап тұрған кезде, мысалға бізге былай алдынан қарамайды, мысалға кішкене басын былай бұрып қарайды. Тағы бір соңғысын салып жатқаны, мысалы, ол төмен қарап тұр. Төмен қарап тұрған кезде, соған орай бізге гүлдің барлық формасы көрінбейді. Мысалға алдыңға мына жерде 3 лепестогын көрсетсек болады. Ол үшін мен малиновый түсті қолданам, оған көк түсті араластырсақ болады. Ультрамарин деген түс. Екеуін араластырсақ, кішкене фиолет түске жақындайды. Ол арқылы біз көлеңкелерін көрсетсек болады. Көлеңкелерін көрсету арқылы біз гүлдің нағыз формасын шығара аламыз. Мысалға жасыл түсті қолданамыз. Жасыл түс әртүрлі болып келеді. Оның ішінде мысалға изумруд деген түс болады. Ол изумрудты кішкене сақтықпен қолданамыз. Өйткені изумруд деген түс бізде медицинский зеленкамен сәйкес келеді ғой. Ондай түс қолдануға болмайды, себебі табиғатта ондай түс жоқ. Табиғатта қара түс пен зеленка деген сияқты изумруд түстер қолданылмайды. Мысалы, жерде басқа гүлдер де кетіп жатыр. Мінекей, уже біздің 3 гүліміздің формасы шықты. Мына жерде жапырақтарын көрсеттік. Ол жерге де ультрамарин түсін қолданамыз. Мысалға, кейбір түстерін индиго деп бөлеміз, кейбіреулерін ультрамарин деп айтамыз. Бұл кәсіби суретшілердің палитрасындағы
бояулардағы түстердің аттары. Мысалы біз қазақшалап көк түс, ашық көк түс деп қана бөлеміз ғой. Ал профессионально айтатын болсақ, әртүрлі бір түстің өзін 10 шақты оттенкісі болады. Міне сары түсті алып. Қатты көп бояудың қажеті жоқ бұл жерде, өйткені біздің мақсатымыз да осы. Осындай размытый сумен ағылған осындай суреттерден, формалардан гүлді шығарып, осы күйінше қазіргі заманауи техника ретінде қалдырсақ та болады. Осымен жұмысымызды аяқтасақ та болады. Мінекей, жұмысымыз дайын. Мынандай рамка қойып, қараңыздар. Осылай бетіне айна қойып, ол кезде өте әдемі, мысалы жұмысымыз дайын болды. Бұндай жұмысты сіздер өздеріңіздің жақындарыңызға сыйлық ретінде ұсынсаңыздар болады. Не болмаса, осы бағытта кез келген қазіргі заманға сай, мысалы заманауи интерьерлерге, мысалы сәндік ретінде, декор ретінде қолдансаңыздар болады. Не болмаса, осыған тапсырыста қабылдасаңыздар болады. Айтпақшыдай, менің әлеуметтік желідегі парақшаларыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ол жерде көптеген суретшілер білмейтін құпиялармен және де пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Мен сіздерді күтемін.